Рамазан айында оқып жатқан тарауих намаздарымыздың қандай шарафаты бар екенін білесіз бе? Олай болса, мына хадиске назар аударайық. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: Мен қама Рамадана иманан ва ихтисаба, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбих. Muttafaqun алейх. Имам Бухари мен Муслимнен жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деген: Кімде-кім Рамазан айында шынайы сеніммен, сауабын бір Алладан үміт етіп тарауих намазын оқитын болса, өткен күнәлары кешіріледі. Алла Тағала ұстап жатқан оразаларымызды, оқып жатқан тарауих намаздарымызды, Рамазан айында жасап жатқан дұға тілектерімізді қабыл етсін. Рамазан мұбарак болсын.